Ассалаумағалейкум, аңыз доп арнасының құрметті көрермендері. 2026 жылғы футболдан әлем чемпионатының тобының алғашқы турында Португалия мен Конго-дір құрамалары кездесті. Матч Нырч стадионында өтті. Ойын 1-1 есебімен тең аяқталды. Португалия бұл кездесуде жеңіске жете алмай, маңызды ұпай жоғалтты. Ал команданың шабуылшысы Криштиану Роналду 90 минут бойы алаңда болғанымен гол соға алмады. Жалпы матч барысында оны көп байқау мүмкін болмады. Мәселе мынада: Португалияның жартылай қорғаушылары шабуылда өте әлсіз өнер көрсетті. Соның салдарынан доп Роналдуға дер кезінде жетпей отырды. Ойын аяқталған соң Роналду әлем чемпионатындағы алғашқы матч туралы пікірін білдіріп, журналистердің бірнеше сұрағына жауап берді. Сондай-ақ ол Лионель Месси туралы ойын айтып, турнирдің басты фавориттерін атады. Сәлем достар. Видеоны лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Ал енді Криштиану Роналдудың пікірін тыңдайық. Бұл ойынға көңіліңіз толды ма? Менің жауабымды өздеріңіз де білесіздер деп ойлаймын. Әрине, көңілім толған жоқ. Бүгінгі көрсеткен ойынымыз ұят. Мұндай нәтижеге ешкім риза болмайды. Бізді фавориттердің бірі деп есептейді, бірақ бүгін өте әлсіз, тіпті нашар ойын көрсеттік. Доп маған мүлде жеткен жоқ десе де болады. Ұпай жоғалтуға өзіміз кінәліміз. Алғашқы голды соғып, есепте алға шыққаннан кейін шабуылды күшейтіп, тағы 2-3, тіпті 4 гол соғуымыз керек еді. Бірақ біз босаңсып, есепті сақтап қалуға тырыстық. Соның кесірінен өз қақпамызға гол жіберіп алдық. Екінші таймда есепте қайтадан алға шыға алмадық. Себебі психологиялық тұрғыдан тезірек гол соғуға тырыстық, бірақ дәл осы асығыстық өзімізге кедергі болды. Сондықтан ештеңе жасай алмадық, қарсыласқа лайықты құрмет көрсетуіміз керек. Ал өзіміз бұл ойыннан сабақ алуымыз қажет. Осындай ойынмен әлем чемпионатында алысқа бара алмайтынымыз анық. Біз мұны команда ішінде міндетті түрде талқылаймыз. Келесі кездесуде нағыз болашақ чемпиондар секілді ойнаймыз деп үміттенемін, деді Роналду. Әлем чемпионатының басты фавориттері кімдер? Бірінші орынға міндетті түрде өз құрамамызды қоямын. Егер өзіңе сенбесең, бұл турнирге келудің де қажеті жоқ. Онда заттарыңды жинап, үйіне қайта беруге болады. Біз бұл жерге жеңіс үшін келдік. Одан кейін Франция, Аргентина, Испания, Англия, Нидерланд, Германия және Бразилияны атар едім. Меніңше бұлар басты фавориттер. Бірақ әлем чемпионатында кез келген құрама чемпион атана алады. Мұнда әр қарсыласқа құрметпен қарау керек, өйткені әр команданың кубокты жеңіп алуға мүмкіндігі бар. Кім мықты, Криштиану Роналду ма, әлде Лионель Месси ме? Бұл сұрақ біздің мансабымыздың басында да, ортасында да, соңында да қойылды. Тіпті біз футболдан кеткеннен кейін де қойыла береді деп ойлаймын. Шынымды айтсам, бұл мансабымдағы ең ұнамайтын сұрақтардың бірі. Менің ойымша, Месси екеуміз футбол тарихындағы ең үздік екі ойыншымыз. Біз ұзақ жылдар бойы бір-бірімізге бәсекелес болдық. Бірақ әрқашан бір-бірімізді құрметтедік. Ешқашан бір-бірімізді көпшілік алдында сынаған емеспіз, алаңда да арамызда үлкен жанжал болған жоқ. Клубтық деңгейде менің жетістіктерім сәл көбірек деп ойлаймын. Себебі әртүрлі клубтармен көбірек жеңіске жеттім. Бірақ қазіргі таңда Месси менен алда екенін мойындаймын. Себебі ол әлем чемпионы атанды, ал мен әлі бұл жетістікке жете алмадым. Иә, менде чемпиондар лигасындағы жеңістер көбірек. Еуропаның үздік чемпионаттарында да жетістіктерім бар. Бірақ Мессиде де мұның бәрі бар. Ал менің коллекциямда әлем чемпионатының кубогы жоқ. Сондықтан дәл қазір оны менен ұлырақ футболшы деуге толық негіз бар. Футбол бұл ең алдымен статистика. Кубоктар, голдар, жеңістер бәрі есептеледі. Осы тұрғыдан қарасақ, Месси алда. Ал қалған жағынан біз бір деңгейдеміз. Кейбір қасиеттерім жақсырақ, кейбір жағынан Месси мықтырақ. Мен мұны қалыпты қабылдаймын және еш өкінбеймін. Себебі бұл әлем чемпионаты біздің бәсекемізді теңестіруі мүмкін. Егер мен әлем чемпионы атансам, бүгінгі айтқан сөзімді кері қайтарып, екеуміздің арамызда жеңімпаз жоқ дер едім. Ал әзірге жеңімпаз Лионель Месси. Бірақ мен үшін ең басты мақсат өз елімнің әлем чемпионатының кубогын көтеруі, деп қорытындылады Роналду. Осымен бүгінгі жаңалығымыз аяқталды. Егер Роналдудың пікірімен келсеңіздер, видеоны лайк басып, пікірге өз ойларыңызды жазыңыздар.
Ал сіз үшін кім үздік футболшы? Криштиану Роналду ма, әлде Лионель Месси ме?